Дәл осы компотты сіз ешқашан жасап көрмегенсіз деп айтсам, қателеспеспін. Себебі бұл компот басқалардан қарағанда ерекше. Иісі өте жағымды әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте пайдалы компот. Бізге қажетті алма және қызылша. Ең алдымен алмамыз бен қызылшамызды жақсылатып жуып дайындап аламыз. Және де алманы дәл осы видеодағыдай үлкен бөліктерге бөліп шығамыз. Алманың ортасындағы қатты жерін және шеттегі керек емес жерлерін міндетті түрде алып тастаймыз. Сондай-ақ қызылшаны да турағанда, бірақ алмадан жіңішкерек етіп тураймыз. Достар, бұл компотты міндетті түрде жасаңыздар. Бұл компотты кішкентай баладан емізулі анаға, немесе аяғы ауыр келіншектерге де пайдасы өте зор, гемоглобинді көтереді. Ендігі кезекте кастрөлімізге осылай су құйып алып, ішіне жаңағы туралған алма мен қызылшамызды салып шығамыз. Достар, егер сіздерге менің видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді барлығын салып болған соң осылай 30 грамм мейіз саламыз. Міндетті түрде қара мейіз салыңыздар. Сондай-ақ қанттың орнына осындай науат саламыз. Осындай 2 науат жеткілікті. Және барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта 25-30 минут аралығында дайын болады. Осымен біздің компотымыз дайын. Иісі деген енді бүкіл бөлмені алды. Менің кішкентай 8 айлық балам қоймай ішті. Сіздер де міндетті түрде дайындап, өз бағасын беруді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.